Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге корейский қияр салатының рецептісін ұсынғым келеді. Дәмі өте ерекше дәмді. Менімен бірге дайындаңыздар. Ол үшін бізге қияр қажет болады. 1 килограмдай. Артық жерін кесіп алып тастап, ұзыншалап турайтын боламыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп. Ыдысымызға салып, 1 қасық тұзымызды және 9%-тік 1 шай қасық уксусымызды құйып, араластырып, жарты сағатқа қалтыратын боламыз. Оған дейін біз 3-4 тісше сарымсағымызды ұсақтап турап, 1 қасық секерімізді алдын ала дайындап қоямыз. Бізге таразы қажет болады. Оған 100 грамм сұйық майымызды құйып, қалған бұрыштарды дайындайтын боламыз. 2 шай қасық паприка, кориандр және қызыл бұрыш салып дайындап қоясыздар. Жарты сағат өткеннен соң қиярымызды суынан ажыратып, мінекей осындай су қалады. Бөлек ыдысымызға алып қоямыз. Оның үстіне манағы секеріміз бен сарымсақты саламыз. Қызып тұрған майымызға 30 секундтай бұрыштарымызды салып қыздырып аламыз. Енді барлығын осының үстіне құйып араластырамыз. 1 қасықты толтырмай соя тұздығын құйдым. Енді осының үстіне ас көктерімізді салатын боламыз. Менде укроп және петрушка. 1 келке етіп жақсылап араластырып аламыз. Бұл салаттың дәмі өте ерекше, нәзік әрі тартымды. Дастарханның сәнін келтіріп тұратын болады. Жасап көруге кеңес беремін. Достар, менің видеомды соңына дейін қарасаңыздар, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, жаңа видеомды бірінші болып көретін боласыздар. Видеоны толық қарағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Замира. Астарыңыз дәмді болсын.